Адамнан адамның артықшылығы оның тақуалығында ғана. Адамнан адамның артықшылығы оның қай үйде тұратығында емес, қандай көлік мінгендігінде емес, қандай киім кигендігінде емес, қай рудың адам екендігінде емес, қанша жаста екендігінде емес, оның түрінде емес, мамандығында емес. Алланың алдында қара құл да, хан да бір дейміз. Біздің айырмашылығымыз иман биіктігінде. Балалық кезім бізді керемет тәрбие берді. Керемет дейтінім бізді ата-ана тәрбиеледі. Ата-ана болғанда бізді ана тәрбиеледі. Бізді телефон тәрбиелеген жоқ. Бізді интернет тәрбиелеген жоқ. Бізді ана тәрбиеледі. Ана деген кім? Ана деген ол мейірім. Ол махаббат. Ол жылы ыстық алақан. Біз керемет тәлім тәрбие алдық. Сол ананың тәрбиелегеннің арқасында. Атақ пен абыройдың айырмашылығы. Атақ деген ол кейде жасанды болуы мүмкін, сатып алуы мүмкін, күшпен келуі мүмкін, таныспен келуі мүмкін. Абыройды сен өзіңнің ар ұятыңмен, мінезіңмен, көркем мінезіңмен аласың. Абыройды сатып ала алмайсың. Абыройды ешкім саған әперіп бере алмайды. Атақты алып атқандарды көріп жатырмыз. Қызғанғандығым емес. Адам соған сай болса, ал абыройды өзің жинайсың. Жаңағы әйеліңе деген көркем қарым-қатынаспен, бауырға деген шынайы пейіліңмен, досқа деген махаббатыңмен, бала-шаға деген махаббатыңмен абыройды өзің жинайсың. Сол тамшылап жинаған абыройыңды шелектеп төккің келмейді, одан бетер жақсы болуға тырысасың. Мұсылман деген шіркін-ай, әр қазақтың жүрегіне Алла иман берсе деп тілеймін. Сол абыройды жинасақ, біздің шынайы абыройымыз қиямет күні көрінеді. Оған дейінгі сенің халықтың алдында, өкіметтің алдында сенің алған атағың, даңқың, оның бәрі көк дейін. Шынайы абыройың қиямет күні белгілі болады. Екі періште сұрақ қойған кезде, Раббың кім деп, пайғамбарың кім, не үшін жаратылдың, кім жаратты деген сұрақтар келген кезде, аузыңа Аллах тағалам шынайы осы сұрақтарды тіліңе салса, тура жауап бере алсаң, абырой сол.